ақш Қазақстаннан келетін тауарларға 25% баж салығын бекітті. Бұл жайлы Дональд Трамп Қасым-Жомарт Тоқаевқа хат жолдап, онысын әлеуметтік желіде де жариялады. Соны қысқаша талдап жіберейік. 1,5 беттік хаттың ақиқасы зор құрмет көрсетумен басталып, екі елдің арасындағы сауда қарым-қатынасының жоғары маңызына тоқталған. Десе де, Трамп сауда дефицитіне қынжылып, бұған Қазақстанның тарифтік һәм тарифтік емес сауда саясаты мен шектеулерін себептеп көрсеткен. Егер үшінші ел арқылы транзитпен айналып өтуді көздесе, не қарсы тарифпен жауап берсе, бұл пайыздың артатынында ескертті. Сондай қазақстандық компаниялар өндіріс орындарын ақшта ашса, ешқандай тарифтің болмайтынын айтты. Жалпы 25% деген Трамптың сәуірде жариялаған мөлшерінен 2%-ға аз, және кеше бекіткен көрсеткіштерінің ең төменгісі болып отыр. Қазақстаннан бөлек тура осындай мәтіні бар хатты Жапония, Малайзия, Корея мен Тунисте алды. Оларда да 25%-дан еншіледі. Ал Босния мен Герцеговина және Оңтүстік Африка Республикасы 30%, Индонезия 32%, Сербия мен Бангладеш 35%, Таиланд пен Камбоджа 36%, Мьянма мен Лаос 40% болып баж салығы бекітілді. Бұл өзгеріс тамыздың 1-інде күшіне енеді. Оған дейін мұны келіссөздер нәтижесінде азайтудың ықтимал екені де айтылды. Осы тақырыпта экономистермен сөйлескенде Қазақстанға алаңдаудың еш қажеті жоқ, себебі ақш негізінен импорттайтын мұнай, уран, күміс, темір құймалар секілді пайдалы қазбалар тарифтің салқына тиетін тауарлар тізімінде емес деген еді. Олардың статусы бөлек, және ол бізден ақшқа баратын экспорттың 92%-ын қамтиды. Ақш жаңалықтарын алдымен біліп отырғыңыз келсе, бізге жазылып кетіңіз.